Кім боламын? Маған қандай мамандықтар қажет? Қай мамандықтарға сұраныс бар? Ендеше мен сіздерге жауабын айтайын. Мен Ақтау қаласының нөмірі 13-ші мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Иса Лейла Елдарқызы. Мен таңдаған мамандық атты номинацияға қатысудамын. Мамандықтар әлеміне жол ашамыз атты облыстық байқаудың осындай мамандықтар бар презентациялар номинациясына қатысудамын. Мен таңдаған мамандық ветеринар болу, яғни мал дәрігері. Мал дәрігеріне қазіргі 2020 жылы 825 мемлекеттік грант бөлінген екен. Ендеше мамандық дегеніміз не? Менің түсінігім бойынша мамандық деген бұл сенің сүйікті ісің, қызығушылығың, шығармашылығың және де ең бастысы еңбек көзің. Ендеше мал дәрігерінің жалақысы туралы айтып кетейік. Мысалы, ақш-та мал дәрігерінің жалақысы 5.000-6.000 долларды құраса, ал біздің өңірде ол 100.000 мен 150.000 теңгенің арасын құрайды. Қазіргі таңда біздің еліміздегі университеттер мен колледждерде 500-600 маман дайындалса, олардың 30% ғана өз мамандығы бойынша жұмыс жасайды, ал 3-4% болса ауыл аймақтарға жіберіледі, ал қалған бітірген түлектер басқа мамандық түрлерін таңдап кетеді. Сол себептен бұл салада зейнет жасына таяп қалған мамандар көп. Ветеринар маманның орташа жасы 58 жас деп саналады. Сіз осы мамандықты алып шыққаннан кейін жұмысқа тұрасыз. Жұмысқа тұрмас бұрын қандай заттарды білу керек? Ендеше еңбек шартының қағидаларына тоқталайық. Біріншісі, шарттың мәні, екіншісі, қызметкердің құқықтары мен міндеттері айтылу керек, жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері айтылу керек, еңбек шартын өзгерту, бұзу, тоқтату тәртібі жайлы айтылу керек, еңбек ақы төлеу жағдайы мен мөлшерін, қызметкердің еңбек жағдайы, оған артылатын жауапкершілік және ең соңғысы еңбек даулары сақталуы қажет. Қағидалары сақталмаған жағдайда бұл еңбек шарты тиімсіз болады. Еңбек шарты бойынша қызметкер белгілі бір мамандық бойынша жұмыс жасауға, ал жұмыс беруші болса, қызметкердің жалақысын дер кезінде әр толықтай сомада төлеуге міндеттенеді. Неліктен мен бұл мамандықты таңдадым? Біріншіден, өзінің өмірге деген ұстанымы мен мақсаттары бар жеке тұлға. Екіншіден, мал ауруларын емдеу және олардың алдын алумен айналысатын маман. Ендеше мал дәрігерінің міндеттерін талдап кетейік. Бірінші, жануарларды жұқпалы аурулардан қорғаудың жаңа әдістерін табу. Екінші, жануарлар, құстар және балықтардың өлу себептерін табу. Үшінші, осы аурулардан адамзатты қорғау. Төртінші, ветеринариялық жағрафияны зерттеу арқылы жұқпалы аурулардың алдын алу. Төртінші, шаруашылық қожалықтарындағы малдарды жұқпалы аурулардан сақтау және ауырған малды емдеу. Және бесіншісі, мал басының көбеюіне тікелей ықпал ету. Егер сіз мал дәрігері болсаңыз, қай жерлерде жұмыс жасай аласыз? Бірінші, ауыл шаруашылық ұйымдарда, ветеринариялық зертханаларда, мемлекеттік ветеринария мекемелерінде, ғылыми зерттеу мекемелерінде, ветеринариялық дәріханаларда, мемлекеттік шекарада, мал, құс, балық және ауыл шаруашылығы орындарында, ет комбинаттары мен балық зауыттарында жұмыс жасай аласыз. Енді мен сіздерге таңдаған мамандығым бойынша жүргізілген зерттеулерімді ұсынамын. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің ветеринария, бақылау және қадағалау комитетінің Маңғыстау облыстық аумақтық инспекция бөлімінің басшысы Мақсатов Қуанышкерей Шақтыбайұлымен сұхбаттасу сәтінде ұсынамын. Ветеринар бөлімімізге не себеп саламатсыз. Мен өзімді таныстырып өтейін, шын мәнінде жоқ, айта берейін. Айта берсеңіз. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясының басшысы Мақсатов Қуанышкерей Шақтыбайұлы. Менің ветеринар болуыма бірден бір себепші болған ата-анам. Неге десеңіз, мен ауылдық жерде өстім, бұл уақытта. Сосын жерде ветврач болудың арқасында көптеген жетістіктерге жете алатын. Сондықтан мен әке-шешем шын мәнінде үлкен
өзінің маманының жұмысының мамандығында болсын деп. Маңғыстау облысы ветеринария басқармасының кадр бөлімінің статистикасы бойынша Маңғыстау облысында 7 ветеринарлық мекемелер орналасқан. Мысалға, Ақтау қаласындағы ветеринар мамандар саны 17 адамды құраған. Бейнеу ауданында 19 адамды құраған, Маңғыстау ауданында 12 адамды құрайды. Енді вакансияларға тоқталып кетейік. 2019 жылдың сәуір көрсеткіші бойынша Ақтау қаласында 4 вакансия, Жаңаөзен қаласында 4, Бейнеу 5, Қарақия 2, Маңғыстау 10 адамды құраған екен. Енді қорыта айтсақ, мал дәрігері тек білімді емес, сонымен қатар физикалық күшті де қажет ететін мамандық. Орыстың атақты ғалымы академик Константин Скрябиннің адам дәрігері тек адамды емдесе, мал дәрігері бүкіл адамзатты емдейді дегеннің жаны бар екен. Заман талабына сай, мал шаруашылығын дамыту үшін алдымен біз оларды даярлауымыз керек, және оның сапасына қатты мән бергеніміз жөн. Жас түлектер, сіздерді мал дәрігері болуға шақырамын.